Қайырлы күн, сіздермен бірге Мадина. Бүгін ыстық күнде шөлді қандыратын окрошка тағамын дайындайтын боламыз. Ең бірінші картоп пен жұмыртқаны суда пісіріп аламыз. Одан кейін барлық ингредиенттерді 4-1 қылып немесе ұзын қылып тураймыз. Турап болғаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай қара бұрыш және де тұз саламыз. Салқын айран мен газдалған суды қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің окрошка тағамыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Мадина, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.